Желтауда мешіт ұстап бала оқытып жүрген Бекжан Сопының Шопан-ата басында шырақшы болғанына да бір жылға жуық уақыт өтіпті. Тобыштардың қойымшылығы Шопан-ата басымдағы шырақшы кетіп, ағайындары сұрағасын келген жайы бар. Бабықтың әжібайынан тарайтын Мыңбай, Селбай ағайындары ұқсап бай болмаса да, Бекжан ескіше хат танитын, ерекше сауатты болатын. Сонысын қарап болса керек, халық арасында Бекжан Сопы деген атпен танымал болатын. Атаның басына зиярат етуге келгендерге Шопан-ата жайлы білгендерін, ескінің көзі халық жадында қалған уағыз әңгімелерді көп айтатын еді. Бәсеңдеу қоңыржай даусымен тыңдаушысын әп сәтте баурап алатын. Ресейде кеңес өкіметі орнап күшіне міне бастаған кез. Маңғыстауға әлі жете қоймады десе де болғандай. Бәлкім ен даладағы аз ғана ауылға әсерін әлі тигізе алмай жатыр ма, әзірше тыныш, бір қалыпты өмір сүріп жатыр. Жұбайы Сәрсенбибі Әбубәкір кердерінің жақын қарындасы болып келетін. Әбубәкірдің әкесі марқұм Боранқұлмен мұның әкелері үзеңгілес әрі тумалас болатын. Кішкентайынан сол Әбубәкірдің жырларын жаттап өскен Сәрсенбибі бәйбіше бар білгендерін қыздарына үйретіп әлек. 1920 жылдың көктемінде дүниеге келген қызы Оралжан да биылдары әкесінен дәріс алуға жарап қапты. Үлкен қызы Бақыт та биыл 10-ға толып отыр. Қолы бос уақытта көрші ауылдардың балдарын жинап алып арабша латынша оқытады. Өзінің екі қызы да солардың ішінде. Латын әрпінің бір жақсысы өз ана тілінде жазуға қолайлы болатын және араб әріптеріне қарағанда оңайлау көрінетін. Биыл қолдан қашап жасаған үңгірді біршама жөндеп, сылап, ішін ақтасты суға езіп ақтап алған. Іші жазда салқын, қыста жылы ұядай, қарамағындағы 10 шақты бала ішіне сыйып кетеді. Шіркін, қазағымның пейілі кең ғой. Қаншама жоқшылық десе де, тілеухана басында адам аяғы үзіліп көрмепті. Барын әкеліп садақаларын беріп жатқаны. Оқып жатқан балалардың да ата-аналары келген сайын құр келмей, анау-мынауларын беріп кетеді. Биыл Алла оңғарса тілеухананы кеңейтпекші. Әйтпесе қазіргі жағдайы әйтеуір жоқтан жақсы. Кеше сонау кетік жақтан ат артып Боранбай деген жолаушы келе қалғаны. Мақсаты осында бір түнеп, әрмен қарай Бекет атаға зиярат етуге кетпекші. Інім, алыстан келе қалыпсың, не хабарларың бар, айта отыр, ел тыныштық па әйтеуір? Біраз өзгеріс бар ғой аға, кетік басы абыр-сабыр. Майлыбайдың тәлпеңі ауылнай болғалы басымызға әңгір таяқ орната бастады. Күнде бірдеме ойлап табады. Онсыз да әрең күн көріп отырған ауылға қырғидай тиюде. Біресе ет салығы, біресе тері салығы дейме, әйтеуір тыныштық беретін емес. Қолына ұстап отырған кесесін төңкеріп тастады да жер шұқып отыра кетті. Бірдемені айта алмай кібіртіктеп отырғаны. Аға, сол неме өткенде бір сөзінде кетіктен аттаскер шығады екен деймау, Маңғыстауды аралап кеңес үкіметін орнататын көрінеді деймау, малдарды жинап алып, қожа молдаларды ұстайды деймау. Әйтеуір аузыңа қарақан толғырдың әңгімесі жаман екен, сақ болыңыз аға. Боранбай келіп кеткелі Бекжан Сопыдан ұйқы қашты. Япыр-ай, мына заман не болып барады? Қара басын ойлап отырған жоқ. 5-6 ұсақ жандығынан басқа малы жоқ. Елдің жағдайы, бала-шағасының жағдайы, жұбайы Сәрсенбибінің жағдайы не болмақ? Не де болса амал жоқ, көппен көрген ұлы той, жаратқан Алла жар бола көр. Киік жұртқан қу далаға солар келе қояр дейсің бе? Деп күбірлеп, өзін өзі жұбатқандай болады. Тек өкінетіні 2-3 жылдықта рулас жамағайындары, Мыңбай Селбайлар үстіртке көшкенде бізбен бірге жүр, жалғыз үй отырасың ба айдалада дегенде тыңдай қоймап еді. Оның себебі аталарының өсіп өнген жатқан жерін қимағандық еді. Енді өзі олай-бұлай болып кетсе бала-шағасының, жұбайының жағдайы не болмақ деген беймәлім сезім ішін жалап бара жатқандай. 32 тістен шыққан сөз 32 елге жайылады демекші, малға санақ жүргізбекші, ишан молдаларды ұстайды екен деген әңгіме ел ішінде гу-гу етеді. Осыдан қорыққан ауылдастары балаларын оқытудан үзілді-кесілді бас тартты. Ендігі жерде сауаттары ашылып келе жатқан екі қызын оқытудан басқа ермегі қалмады. Жаратқан иеме не жаздым екен, артымда қалып ең болмаса, өнерімді алып қалар бір ұл бермегені деп іштей налитын. Бар білгенін жат жұрттық болса да сол екі қызына үйретіп әлек. Көбіне көп бүк түсіп теріс қарап жатып алатынды шығарды. Көзі ашық оқығаны көп, Бекеңнің ойлағаны ел тағдыры, замана жүгі болатын. Әскер шығатын болыпты дегелі, атаның басына зиярат етушілер де азайған. Бірен-саран жолшыбай соғушылар болмаса, ел аяғы суыған.
1927 жылдың күзінде бір топ аттаскер Шопан ата басына сау етіп жетіп келді. Жолдан шаршаған, күздің салқын желі тоңдырған, келе сала тілеуханаға кіріп жайғасып алды. Ыссы шәй ішіп, қарындарына бірдеңе барғасын, кейбіреулері маужырап ұйқыға кетті. Командирі болса керек, кекиген ұзын тұра офицер, ұлты татар ма деймін, әй-шәйға қаратпастан Бекжанның қолына кісен салды. Онысы қашып кетер деп сақтанған түрі. Сен молдасың ба? Шыныңды айт, тағы кімдер бар? Деп қуырып барады. Қолында тізім. Әжігерей Бекжан молда деп оқып қояды. Мен молда емеспін, ескіше сауатым бар, бала оқытамын. Одан басқа ештеңе білмеймін деп отырып алды. Оған көнетін әлгілер ме? Ертесіне таң қылаң бере, 5-6 жандығын алдарына салып, өзін дедектетіп айдай жөнелді. Кіндік кескен туған жер, адал жары, 2 шиеттей қыздары, киелі Шопан ата қонысы көзден бұлшып қала берді. Бекжан сопы төртпақ денелі, орта бойлы, қуатты мығым адам болатын. 50-ді енді ғана еңсерген, тұла бойы даналықпен қоса күш-қуатқа да толы болатын. Бесеуін бес ұрып, мылтықтарын тартып алып, аяқ-қолдарын байлап қашып кетсем бекен деген содыр ой да келмеді емес. Бірақ артында қалған үй іші қолын жіпсіз байлады. 3 күн бойы тынбай жүріп отырған олар Кетік шаһарына жетті. Маңдайшасына қызыл жалау ілген барақ үй, іші абыр-сабыр, кілең қызыл жағалы әскери адамдар, кейбіреулері шүлдірлеп орысша сөйлейді. Бірден дедектетіп тергеушінің алдына келді. Қасында жалпиып Майлыбайдың тәлпеңі отыр. Үлкен іс бітіріп жүрген кісімсіп, қасындағы шикіл сары орысқа шала орысшасымен бірдеңелерді түсіндіріп әлек. Бекжан өзі жайлы әңгіме кетіп жатырғанын айтпай-ақ түсінді. Саған молда екенін мойындасын, халықтың басын айналдырып улап жүргенін мойындасын, дейді офицер мырза. Жоқ, мен молда емеспін, халықты улағаным жоқ, қайта оқытып сауаттарын аштым. Онда неге сені сопы дейді? Өтірік алдайсың, мойындап қол қой мына қағазға. Жынданып түкірігіне шашалған тәлпең орыс тергеушіден де асып түсті. Ұрып соғып та мойындата алмаған олар шарасыздықтан шаршап алып кетің деп айқайлады. Қастарында тұрған қарауыл болса керек, сүйреп апарып тас түрмеге тоғытты. Есін жиып көзін ашса, қолқаны атарлықтай шуаш иіс, бөлме ішінде өзі сияқты 30 шақты адам, ішінде өзі танитын Қаржау Ишан, жары молда сияқты біразы бар екен. Тізім жасап берген тәлпең ит көрінеді, көріңде өкіргір түбімізге жететін болды, деп қарғанып отыр біреуі. Ит қорлықта жатқандарына 3-4 ай болыпты. 1928 жылдың көктемінде туғалы тұр. Әйтсе де әлі де күн ызғар, өңменіңнен өтер суық жел. Таңертең ертемен барлығын шығарып портқа айдай жөнелді. Ешкім ештеңе айтып жатырған жоқ, қайда апаратындары белгісіз. Ішіндегі тәлпеңнің жамағайыны сұрап қоймағасын жер аударады сендерді деген күңкілі естілді. Әйтеуір атпайды екен, оған да шүкір дейді кейбіреулері. Сонымен 30-ын да қуып апарып жағада тұрған бу кемесіне тықты. Қара түтінін будақтаған кеме батысқа қарай жол тартты. 2 күн 2 түн бойы ауыр кеме теңіз толқынын тілгілеп қозғалып келеді. Соңғы кезде баяулап кідірмеулері көбейді. Басқару каютасынан айғай естіледі. Бу қазаны істен шыққан. Оның үстіне қырсыққанда телеграф байланысы да жасамай тұр. Ендігі жерде ғайыптан тайып жолшыбай кеме кездеспесе аман қалулары екі талай. Кеме үстіндегі әскери күзетшілерді, теңізшілерді де үрей басқан, дәрменсіздік жайлаған. Қамаудағыларға күнделікті беретін сұлы көжесі де қысқарған, күніне 1-ақ рет береді. Арадан 1 апта өтті. Камераға от жағуды доғарғалы, бөлме іші азынап, күркілдеп жөтелушілер көбейді. Бұлай отыра берсек аштан өлерміз, бір айла істеу керек. Кеме боцманы зарилеп отыр. Аяқ астынан қарауыл бастығы орыс офицері бір шешімге келді. Тез арада тұтқындардан құтылу керек, әйтпесе көп ұзамай өзіміз өлеміз. Танауы желпілдеп қанішердің көзінен от шашып тұр. Құдды осы шешімге келгеніне өзі дән риза сияқты. Кеменің қамақ бөлмесінің есігін ашып, палубаға шығыңдар, тез деген боцманның даусы құлақты жарды. Аштықтан бұратылған тұтқындар еріксіз сүйретіле орындарынан тұрып төбеге шыға бастады. Олардың арам ойын бірден түсінген Бекжан қасындағылармен қоштаса бастады. Өзегін өртеген әттеген айлар, тұла бойын жайлаған шарасыздық, кеудесін қысып тұншықтырып барады. Кеңес үкіметімен бірге келген халқының басындағы тажал, сол тажалға қарсы тұрар дәрменсіздік өкініші өне бойын бір сәт шарпып өтті. Бәрін кеме жағасына тұрғызып қойып, мылтық кезеніп секіріңдер деп айқайлап тұр жаналғыштар.
Амалдары құрыған тұтқындар жапа-тармағай суға секіре бастады. Осылайша әп сәтте 30 адам көк теңізге шөміп жоқ болды. Еркек тоқты құрбандық деген осы. Тұтқындарды тиеп шыққан кеменің келетін уақыты өткелі бірнеше күн болған еді. Баку гарнизонының бастығы алдарынан шығып іздеуге пәрмен берді. 3 күн өткенде барып толқын тербеп тұрған Нән Бу кемесінің үстінен шықты. Кеме басы тып-тыныш, жым-жырт, тіршілік нысаны білінбейді. Іздеушілер командирі палубаға көтеріліп үнсіз состиып тұрып қалды. Кеменің тұтқындар қамайтын бөлмесі бос, үңірейіп үрейлі аузы ашық жатыр. Кеме экипажының бөлмесіне кіргенде барып болған жағдайды бірден түсінді. Аштықтан, суықтан қырылған экипаж мүшелері жайрап жатты. Кеме капитанының көзі ашық қалыпты. Көзі әлде үрейге, әлде өкінішке толы бақырайып қатып қалған екен. Бейкүнә 30 адамның қаны жібермепті. Авторы Насреддин Қожырбайұлы.